яғни керемет көңілмен сіздерге күшті сіздердің көбіңіз қалаған көп балалы ана сериалын түсіретін боламын. Сіздер менің еңбегімді бағалап лайктарыңызды басып, подписка кнопкасын басып, комментарияға өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал біз видеомызды көп созбай бастаймыз. Кеттік. Как всегда, первый мен тұрдың ба? Надоел? Не надоелым шығып кеттім. Күнніге ерте тұрам. Ой, мен кеше жудым кеттім ғой. Мейлі. Мына вообще жерде жатыр. Так, не істесем болады? Бала жылап қалмаса болды. Тез-тез кішкентайлардың тамақтарын істеп тастайыншы. Мам бабаның да тамақтарын істеу керек әлі. Так. Кішкентайдың тамақтарын істейміз. Бүгін ана кішкентай балаларға үйді жинатып алмасам. Күніге өзім жинаймын әйтеуір. Ана 2-2-1 күніге қырлатта жүрді әйтеуір. Bir нәрсеге таласқандай. Не тамақ пісірсем болады бүгін? Ой, лапша. Күніге осы лапшаны жейміз ғой әйтеуір. Ну ладно. Ой. Просто аппетитно алып кетті. Үйде жинатып алмасам бұларға тал түске дейін ұйықтап жата береді әйтеуір. Мам, пап, тұрыңыздар. Қызым, қазір тұрамыз, кішкене жата тұрайықшы. Мам, мен кішкене бұның толдай жатқандарыңызға. Мен тамақ істеп қойдым уже. Қызым, қазір жұмысқа кешігіп баратсыздар, сағат уже 8. Жұмыс дейтін, ужас. Жұмыс 9-да басталады ғой? Я, білемін, 9-да басталады. Үлгересіздер ғой? Жоқ, біздің жұмысымыз өте алыс. Онда тамақтарыңызды тез жеп алыңыздар. Жарайды. Так, отырыңыздар, жеп алыңыздар тамақтарыңызды тезірек. Әйтпесе кешіп қаласыздар. Балаларды оятып алайыншы. Тез жеп алайықшы, а то қазір жұмысқа кешеміз.
той қалай атасам болады сендерді? Балалар деп атайын ба? Жарайды. Балалар деп атай берейінші. Балалар, тұрыңдаршы. Ей, тұрыңдаршы. Арай, Нұрай, тұрыңдаршы. Гүлсезім, Гүлжайна, тұрыңдаршы. Тұрыңдар. Ой, әпкем. Ұйықта тұрайықшы кішкене. Туф, немене азаннан бері оятып келе жатсың, тоқылдап. Тыстарыңмен де шықырлатып, нервыма тиіп біттің ғой тегі. Мен әлі кафеге бару керекпін подружкалармен. 12-де барамын. Енді сенің кафеге барғаның міндет емес шығар маған? Тыңдашы, барлығың. Әне, сендерді өтем деп, кішкентай баланы өтіп ал. Бұл жылама жаным сол. Мен саған сүт дайындап қойдым, қазір тамақ сүт берейін, ма? Сүтіңді іше ғой жаным сол. Сүтіңді іше ғой. Жата ғой. Сендердің кесірлеріңнен кішкентай баланы оятып ал. Тұрыңдар дедім мен сендерге. Ой. Жарайды, әпке, жарайды, тұрамыз. Тұрыңдар тез, сапқа. Айтқан сөзді түсінбейсіңдер ғой тегі. Қанша рет айттым сендерге, тұр. Ешқайсыларың бір тұрып та тұрған жоқсыңдар. Барыңдар тез, беті қолдарын жуыңдар. Осы түрлермен қазір мама папаны кешіктіресіңдер жұмысқа. Бар, тез. Гүлсезім, Гүлжайна, тұрыңдар демей екен. Барыңдар тез. Сен де тұр. Жарайды. Барыңдар тезірек. Қанын ішіп бітті өтек осыларды. Нервыма тиіп. Неге сразу тұра салмадық, әпкені жындандырмай? Білмеймін. Бұл жүрінші тез қазір береді тағда. Кеттім мен, тамақ жеп. Ала-шала жөнелтір қой, тез кемдеп. Мынау да жатыр әлі ұйықтап. Өзім білем. Нервыма тиіп бітті ғой деп осы қызды. Қайырлы таң, мам, пап. Қызым неге ашулысың? Ой, аналар ғой нервыма тиіп. 10 рет айқайладым. Тұрыңдар деп. Тұрмайды ешқайсылар. Әпке жата тұрайықшы деп. Нервыма тиіп. Жынданып отқаным соған. Қызым енді олар кішкентай ғой. Қызым кішкене түсінегі. Қазір олармен өзім-ақ сөйлесем. Мама, жоқ, сөйлеспей қойыңыз. Сіз қазір әке-екейлеріңіз жұмысқа кешкесіздер. Лучше тамақтарыңызды ішіп, не істей беріңіздер, олармен өзім сөйлесем кейін. Ей, болды. Ұйықтамай жегіші тамағымызды. Побыстренько. Так. Міне шай тастық қой, ішпеймін. Болды, түсіндіріп тұрыңдар. Кеттік. Жаңа дұрыстап ұйықтаймай қалмай. Далаға шығып отырайыншы кішкене. Жұмсап кетті. Неге отырыңдар? Шошып кеттім ғой. Той, осы да бір енді очередьке тұрамыз ғой барлығымыз. Екінші мен. Ей, тұршы мен. Үлкен мен сендерге қарағанда кішкене. Арамыз жоқ қойна. Бірақ жаз ғой. Қандай үлкендік? Сол ғой. Мен отырамын да. Мен бәрінен үлкенмін. Қумашы, сен менен үлкен емессің ғой. Үлкенмін, мен сенен 5 минут бұрын ерте туылғам. Так что, мен тыңда. 5 минут. Азақ қой. Мен үшін көп. Сен үшін аз болса. Ой, біз әлі ішпеппіз ғой тамағымызды.
біз ішіп алайық. Ой, прости, доченька, мен сен шайын ішіп қойдым. Мама, папа ештеңе етпейді. Все, біз полтес. Кеттік. Давайте, қыздар, есті құлтап аласыңдар іштерінен. Давайте, қыздарки. Давай, мам, пап. Кешке маған мармелад, шоколад әкеп беріңіздерші. Ей, үйде бар шоколад, мармелад. Болсаңыз ақша құртудың қажет жоқ. Одан да үйге қайту керек. Әпкелерін кешке өзі береді. Біз кеттік. Жарайды. Сен неге асықпай ішіп отырсың? Сенен сұрайын ба? Так. Мен кеттім, пока. Өздерің қарап отыр. Мына балаларға бәріне қарап отыр. Қаяқа сен? Сен күнде кафеге достарыңмен бірге шығып кете бересің. Мен қашан шықтым? Мен осыдан 1 жыл бұрын шыққанмын. И что? Күніге сен шыға бересің. Надоелсың уж. Күніге ақша құртасың. Сенен сұрайын ба? Туф, мама папаның ақша сұрайын кеттім. Ала салам. Жететін. Ей, сен әкетпесейші. Әкетпе. Ей, не роматине, қашында шықпай жолдан? Тура тек алдынан шығып алыпсыңдар ғой тегі. Менімен бірге лесіп баратындай. Өзім білем, қайқа ақшаны жұмсасам да. Қайқа әпке, шаруаң болмасын. Не роматип, той тегі барлығы. Той сен өт жүретін, бұл той енді мен. Мен әлі демалып біткен жоқ едім негіз. Мен ұйқым келіп жатыр. Ұйықтасай сонда барып. Жарайды. Ұйықтаймын. Бір тегі осыларды не роматип. Ағы жаққа, бері жаққа. Ұғыды жүреді әйтеуір не роматип. Жинапсайыншы мына жерді. Шарап кеттім ғой тегі. Енді ана балаларға үйді жинатып алмасам. Ей, қыздар, не олды сендердікі? Жайма сендердікі? Әпке не болып қалды? Маған кішкене көмектесіңдер. Жарайды. Жүріңдер. Сендерші не істейсіңдер? Әпке, біз ойнасақ бола ма? Жарайды. Сосын жинайсыңдар. Шашпай ойнаңдаршы ойыншықтарыңды. Жарайды. Кән ойыншықтарын. Қазір әпкелеміз. Әпкем, не біздің ойыншықтарымыз? Сендердің ойыншықтарың қайда? Біздікі міне. Біз ойнап болған соң ойнаймыз. Жарайды, жүріңдер. Менімен бірге. Тұсына полкан жау жүріңдерші біреуін. Сен жапшы. Ой, сен жапшы, саған айтты ғой. Сен жапшы. Сен жақын тұрсың ғой кішкене ғана. Сен дедің мен саған. Мен дедім, мен саған айттым. Ей, не ұрыс керіс сендердік, а? Мен қайта сендер сияқты егіз болған кезде қуанатын едім. Екеуің қырласыңдар да жүресіңдер. Екеуің біреуің жамдар. Әйтпесе қазір екеуіңді де екі бұрышқа екеуіңді, екі бастарыңды бір-біріне қосып қоям. Жарайды. Екеуіңді жабыңдар қынеке. Нервматип біттіңдер ғой. Әпке, кешірім сұраймыз. Енді қайталанбайды. Жарайды. Бір жолға кешірем. Егер тағы осындай тірлік қайталайтын болсаңдар, мен кешірмеймін. Келіңдер, бергеліңдер. Жарайды. Так. Арай, сен пилес ұстайсың, түсінің ба? Осы бөлменің барлығының пилес ұстап шығасың. Ал, сен, Нұрай, сен полдарды жуып шығасың. Потом полдың шанын сүріп шығасыңдар. Сен, Арай, яғни мына нелер терезелерді ма, шандарды ма сүріп шығасыңдар. Сен, Нұрай. Мынаны мен істеймін. Әпке неге маған оп-оңай маған қиын? Саған керісінше оп-оңай маған қиын. Аңғардың пол жом.
Мен шуан сүртчүмүн ба сонда? Эй, маған бәрібір қандай жұмыс екеуіңе берсе де. Мен қалай тапсырдым, сол екі жұмысты да істейсіңдер. Нервыма тимеңдер. Жарайды. Мен бірінші пол жуамын. Мен пылесос ұстаймын. Нешеп тұрсың пылесос ұстасай? Жарайды. Достар, Арай, ол, яғни бірінші қонақ бөлменің, яғни шаңсорғышпен, яғни істеп шықты. Ал Нұрай болса, осы әжетхананы полдарын жуып шықты. Дұрыстап. Ал олардың әпкелері болса, терезенің шаңын сүртті. Тоқтың теледидардан қаншама кірлер шығып жатыр. Қанша күн сүртпегенсіңдер? Неге қатты тұрсыңдар, жасасыңдаршы? Той шашап кеттім. Айғыз қылып жумандар. Ке болдым. Бағанан деп сапсырдым, соны істе. Мен де болдым. Саған да берілген жұмыс істеймін. Жарайды. Болмаппен. Қазір менде болып қалам. Тойын аштықына маған түскенін ұнайды. Сасып жатыр ғой тегі. Бұл қойшы жумаймын. Мұны жуам. Неге сендер ана бөлмеде жумағансыңдар? Ой. Полды енді так жуыңдар. Сен мынаны. Мен мынаны. Не қарап тұрсыңдар? Тез жуыңдар. Барыңдар. Не қарап тұрсыңдар? Сен мына бөлмемен пылесос ұстаған жоқсың, сен мына бөлмемен полын жуған жоқсың, бәрі жу. Осылайша олар барлық бөлмені жуып, шаңдарын сүртіп, полдарын жуып, тазалап, пылесостап, бәрім бітті. Шаршап кеттім әпке, болдық біз. Жарайды. Молодец, жарайсыңдар. Бүгін мен сендерге қанша бал қойсам болады? Әпке, 10 қойыңызшы. Жарайды, 10. Қазір өзім тексеріп шығамын, қалай жүріп, не істегендеріңді. Так, молодец. Сен телевизор көріп, ойындарында ойнай берсеңдер болады. Ура! Осы сәтті қанша күттім. Телевизор көріп жатырайықшы. Так. Тайын. Сендер әлі ойнай башпағансыңдар ма? Жоқ, енді ойнаймыз. Молодцы. Қыздар, молодцы. Молодец. Бүгінгі күнге сендерге 5. Ой, рахмет әпкем. Так, енді мен шаршап кеттім. Азан мен өзінің кішкене демалып жатыр ойыншы. Шаршап кеттім өте. Так, бастаймыз ойнап. Мен мынаны мына жерге қоямын. Жарайды. Мен мынаны мына жерге қоямын. Мынаны мына жерге қоям. Туси мынаны жанына қойсыш? Ей, мен сенен сұраймын ба, сұрамаймын ба, өзім білем. Ей, қойшы. Неге ерегесіп бастайсың, осы сен-ақ? Ей, сен бастап атқан не ерегесіп? Неге маған олай шошаңдап сөйлеп тұрсың? Шошаңдап деп маған неге олай сөйлеп тұрсың? Сен өзің шошаңдақсың сондай. Шошып.
бірдеңе істесем деп шығасың. Ей, сен ғой. Білемін. Мен мынаны мына жерге қоям. Әкелші бер. Ей, әкелші деген ес? Сенің қолыңда тұрған жоқ. Әкел бер маған. Ей, маған бер деймін саған. Ол менің любимый кубигім, еще ол меніңкі. Не қылайын сеніңкі болса? Мен бірінші ұстадым. Әкел бері. Әкел. Әкел деймін мен саған. Бер деймін. Не деген шум мынау? Әпке келе жатыр. Бірақ ол меніңкі. Неге сенікі? Меніңкі. Әкел, меніңкі бұл бірінші. Меніңкі. Неге сенікі бол керек? Меніңкі. Не деген шум мынау қоймайтын? Ей, қайсың екеуің? Әпке, мынау менің кубик Рубик. Мен бірінші ұстаған кубик Рубикті бермей жатыр. Әпке, бұл менің кубигім. Мен осымен күнде ойнаймын. Не болды екеуіңе? Қазір екеуіңе де екі шаңды сырткызып қоямын тура. Қанымды дервіп біттіңдер ғой тегі. Біріңнен кейін бірің. Әпке, мынаған айтшы. Мынағанды айтшы, әпке. Той бір, мен дәші бірінде. Екеуің де ойнамайсыңдар болды. Әкейіндер бер. Шкафқа тығып тастамасам? Не руматип бітті тегі. Шумный. Бір ұйықтатпайды осыларда. Сенің кесірінен әпке біздің ойыншығымызды әпіп қойды. Неге менің кесірімнен сразу көріп жатырсың? Может, ол сенің кесірің шығар, қайдан білесің? Айналайын, әпке мені ешқашан көрмейді, ол сенен көреді. Әпке мені больше сенен қарағанда жақсы көреді. Ойбай, кім айтты? Жақсы көреді сені больше деп. Мені больше жақсы көреді. Өйткені мен сенен кішкентаймын. Зато мен сенен үлкенмін. Мен 5 минутқа сенен мықтырақпын. Бірінші туылғанмын, так что. Не қылайын бірінші туылсаң? Мен Құдайдан сұраған жоқпын бірінші туылайыншы деп. Құдай қалай мені жаратты, мен солай жаралдым. Құдайға шүкір қайта аман сау туылғаныма. Мен де Құдайға шүкір деймін, жақсы сау болып туылғаныма. Мен де. Той не болып кетті, қойшы болды. Өзің қойшы. Қызық қой деймін мынауым. Ана екеуі қаным ішіп бітті ғой. Мен дауыстарым мынаяқа дейін жетіп жатыр. Даже телевизордың дауысы да даже ешқандай да естілмейді. Кеттік. Әпкен ойет жүреміз, тәжірсайық. Не болды екеуіңе? Арай, сен осыған қараш, мен наған қарайым. Нұрай, не болды сонша саған? Неге келдің? Өзім білем. Сен неге ұрсып отырсың Гүлжайнамен? Өзі бірінші бастады. Гүлжайна, неге Гүлсезіммен ұрсып отырсың? Екеуің егіз емессіңдер ме? Ой, мен оныдан бірінші ертерек туылғанмын. Соған не істеп отырсыңдар ма екеуі? Жоқ, ол өзі бірінші бастады. Мен ойнайын деп жатырған кезде ол келді да менің кубик-рубигімді қолымнан тартып алды. В смысле, не үшін? Ол менің кубик-рубигім, мен онымен күнде ойнаймын. Және ол менің ең жақсы көретін рубигім. Неге екеуің ұрсып отырсыңдар, Гүлжайнамен Гүлсезім екеулерің? Екеуің егіз емессіңдер ме? Ол өзі бірінші бастады. Мен оның кубик-рубигімен ойнайын деп жатқан кезде ол келді де тартып алды. Неге өзің кубик-рубигімен ойнамайсың? Менің кубик-рубигім уже скучный болып кетті. Мен басқа біреудің кубик-рубигімен ойнағым келеді. Қатырасыңдар, осы екеуің бар ғой. Нервыма тиіп біттіңдер ғой тегі. Той, мыналарда не үшін соншама? Нервыма тиіп. Не болды барлығыңа? Ұялмайсыңдар ма? 4 егізсіңдер ғой. 1 емес, 2 емес, 4 емес. 1 емес, 2 емес, 3 емес. Ұялмайсыңдар ма? Басқа үйлерде тіпті 10 қыз бар, бала бар. Солар қалай өмір сүріп жатыр десеңдерші? Сендер бірдеңе болса деп нервыма тиіп. Ұялмайсыңдар ма? Бақандай 4 егізсіңдер ғой. Мен қайта армандаушы едім, егізім болса екен. Ұялмайсыңдар ма?
бір-бірлерінен асқан сұлусыңдар. Не деген адамсыңдар, адам таңдамайсыңдар. Үнемі бір-бірлерінен қырылып. Не бопты бір-бірлерінен 5 минутқа үлкен болсаңдар? Алла оны өзі жаратты. Алла қалай жаратты? Солай жаратады. Алла қалай қалайды? Солыны қалайды. Алланың қалауымен жүру керексіңдер сендер дейді. Әпке, біз сізден кешірім сұраймыз. Әпке, кешірім сұраймыз. Нейроматив 5 минутқа да жатқызбайсыңдар өздерің. Өздерің азынан кешке дейін ұйықтайсыңдар. Түнімен телефон көріп шығасыңдар. Мені қараңдар. Күніге жұмыс істеп, бәрін істеп жүремін. Сендер ше, отырасыңдар түнімен, күнімен телефон шұқлап, ұрсудан басқа ештеңе білмейсіңдер. Ана ұлды қараңдаршы, тыныш. Бір орында қатып ұйықтап жатыр. Сендер шақта шулап, пулап жүріп жатқан жоқ. Тез барыңдар. Әке шешеміз келеді қазір. Шымен де ет болды негіз. Иә. Бұл да әпкеге подарка жасайықшы. Оқыш. Саған жылаңыр. Мен шоколад жегім келеді. Менің шоколад жегім келеді. Мен шоколад жеп алдым. Мен де. Мені көтерші. Жарайды. Ой, түн болды ғой. Нормально ұйықтап та үлгерген жоқпын, ұйықтаймын. Олардың мама-папалары жұмыстан келген кезде. Так, ойбай, түн болып кетіпті ғой, уже қыздар екен. Мама келді, ура! Мама, папа келді, кеттік. О, мама, папа келді ма? Ура, мама, папа. Үй жандарым, сол қалайсыңдар? Жақсы. Уа, жандарым, сол қалайсыңдар? Жақсы. Қалайсыңдар? Не істеп жатсыңдар? Тамақтарын жеп алдыңдар ма? Жоқ, жемедік. Неге жемейсіңдер? Жоқ, жемейміз келмейді. Жарайды. Неге ұйықтамай жатсыңдар? Ұйықтасаңдар? Әкелерің ұйықтап жатыр ма? Иә, ол шаршап ұйықтап қалды. Иә. Кім? Атығмет. Мадина келді ма? Жоқ. Мадина қақты. Мадина подругалармен бірге қыдыруға кетіп қалды. Не? Ақша алмады ма екен? Қалай ақша алмады деп айтасың оны? Сұрамай-ақ рұқсатсыз алып кете береді ғой, ұяты жоқ қой оның. Қыздар, болды. Жүріңдер, ұйықтаймыз. Қараңдаршы, әпкелерін сендерді бағам деп өзі-ақ ұйықтап қалыпты. Болды, ұйықтаңдар. Жарайды, мам. Ұйықтаңдар. Күсесің ғой, және арай-нұрай жатыңдар. Так. Сен не қажат, Мұстафа? Біз не қақтаймыз. Что-то ана қызды күту керек сияқты. Күтіп отырмасам халық болған еді. Шаршап кеттім. Ойбай, пісмәл, сен мына жерде не істеп отырсың? Кел отыр, сенімен әңгімелесуге келдім. Что за әңгіме, сенің әңгімең таусылмайды екен осы? Отырсайшы, бірінші тыңдасайшы. Сен неге осы ата-анамның ақшасын құрта бересің? Өздері айна әрең егенде жүрмденген өзін әрең табады. Ичо. Саған бәрібір сияқты ғой, не айтсам да. Ой, басымда ауыртпашы, мен кеттім, ұйықтаймын. Осы да бір қақсапты. Мұны даже менің бір сөзімді де тыңдаған жоқ қой. Жарайды, ертең сөйлесемін. Достар, егер сіздерге көпбалалы сериалының бірінші бөлімі қатты ұнаса, лайктарыңызды басып, подписка кнопкасын басып, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Мен ойлаймын, что барлықтарыңызға осы серия ұнады. Яғни лайктарыңызды басыңыздар, подписка кнопкасын обязательно басыңыздар, комментарияға пікірлеріңізді қалдырдыңыздар деп көбінесе ойлаймын. Ал біз видеомызды аяқтаймыз, достар. Сау болыңыздар. Егер екінші бөлімді қаласаңыздар, комментарияға екінші бөлім салшы деп жазып кетіңіздер. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Всем пока-пока.